Сәлем достар! Сәлем жастар! Назарларыңызда жастар бағдарламасы. Оның жүргізушілері Нұрсұлтан Және Дәлел біздің бағдарлама жаңа жыл әрі жалынды. Білімді де дарынды жастарға арналған. Бүгінгі бағдарламада білімді жастың киносы да көркем. Қазақстанға білім іздеп келгендер қай мамандықты қалайды? Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Шымыр болам десең, черлидингпен шұғылдан. Дәлел, бүгін қандай күн? Сенбі? Тағы қандай? Сен бүгін концерт жүргізесің бе? Жоқ, тағы ойлан. Қандай да бір жүлдеге ие болдың ба? Жоқ, ойлан. Бүгін соңғы қоңырау ғой. Иә, соңғы қоңырау. Бүгін қаншама мектепте дәл осы үн шықты. Ал дәл бүгінгі күннен кейінгі ең басты мақсат ол ұлттық бірыңғай тестілеу. Әлесінде сол күні күн-түн демей дайындалып едім. Ал қазіргі кезде соның арқасында гранттық негізде оқып жатырмын. Әрине, қалай ұмытасың? Мен 113 балл алып едім. Ал сен қанша алдың? Ал мен болса 117 балл. Ахат Ыбыраев режиссер, продюсер және талантты сценарист. Ахаттың киноқоржынында халыққа танылған әрі сүйіп қарайтын Санжар мен Қайсар телехикаясы. Аңыздар кітабы Жұмбақ орман фэнтези фильмі және Қызғылт қоян туралы аңыз секілді туындылар бар. Туындылардың атына заты сай. Фильмдердің атауы секілді оның желісі де, жанры да, айтар ойы да тың. Ахаттың айтуынша мұндай креативті бағытта жұмыс істеуіне болашақ бағдарламасы септігін тигізген. Все началось с 17 лет. Бәрі 17 жасымнан басталды. Мен тележурналист мамандығын оқығым келді. Алдымен ақштың Висконсин штатына өз еркіммен барып, өз қаржыма 1 жыл оқыдым. Кейін болашақ бағдарламасы бойынша Чикаго қаласында кинорежиссер мамандығын оқыдым. Чикагода 4 жыл болдым. Жалпы шетелде 5 жыл білім алдым десем болады. И уже где-то в Чикаго уже потом обучался еще 4 года. Ахат осы жылдарды барынша тиімді пайдалануға тырысқан. Бір оқу жылында 6, тіпті кейде 10 қысқа метражды фильм түсіріпті. Тақырыпты күнделікті жастар өмірінен алған. Өйткені музыка, махаббат, жастық шақ тақырыптары арқылы жас буынның назарын аударып қана қоймай, оларға салмақты ой салуға мүмкіндік туады дейді Ахат. Оқып жүріп, мен Лос-Анджелестегі Б санатты фильмдерде оператордың ассистенті, жарық түсіруші, продюсер ассистенті ретінде жұмыс істедім. Кофеде тасыдым, көлік жүргізушісі де болдым. Жалпы қолымнан келген жұмыстан бас тартпадым. Қазір Ахат Санжар мен Қайсар телехикаясының 2-ші маусымын түсіруге дайындалуда. Телехикая түсірілетін орын өзгеше дизайнда, ерекше әдіспен безендірілген. Режиссердің мақсаты сыйқырлы әрі әсем кеңістік арқылы кішкентай көрермендерді жұмбақ әлемге жетелеу. Арманы орындалды. Бүгінде Санжар мен Қайсарды танымайтын бала жоқ. Болашақ бағдарламасының түлектері шетел дипломын алумен бірге өзге ел мәдениетінің озығын да бойға сіңірген. Әрі олар ұлтқа қажетті маңызды игіліктерді ұштастырушы буын. Большинство проектов, которые я снимаю, они... Мен бәрібір еліме қарыздармын, себебі мемлекет арқасында білім алдым, мемлекеттің жобаларын жасаудамын, мемлекет есесінен фильм сүрудемін. Сондықтан мен бәріне өзім қол жеткіздім деп айту қиын және дұрыс емес. Маған әркез мемлекет қолдау көрсетеді. Сол себепті не істесем де, тіпті егер мен Африкада жұмыс істесем де, елім үшін пайдалы жобаларды жасайтын болам. Білім мен білікті парлап жеткен Ахат өзге жастарға өнеге. Себебі бүгінгі ұрпақ ертеңгі кемел елдің кепілі. Нұрсұлтан, білесің бе, мен болашақта оқуымды бітірген соң Америкада оқығым келеді. Қойшы сол Американы. Оқудың көкесі Англияда ғой. Енді ел аралап, жер аралаған ол жақсы, бірақ өз еліңде қайда бар? Айтпақшы, біз шетелде жүрсек, шетелдікті керісінше Қазақстанда оқығысы келеді екен. Қызық, неліктен? Оны өзім де білмедім. Онда сол туралы сюжетті көрейік. Шетелдік студенттердің дені Қытай, Ресей, Иран, Түркия және Ауғанстан елдерінен келген. Басым көпшілігінің таңдайтын мамандығы мұнай-газ және қаржы саласы. Мен Түркияда тудым және Иранда өстім. Мен Иранда 12-ші класты бітіріп, енді Қазақстан мен Иранның білім деңгейін салыстыратын болсам, негізінде екеуі де өте жоғары деңгейде, мұнай саласында да бәр салада өте жоғары деңгейде.
Салихех Пирамун Иранда алған орта білімнен соң Алматыдағы Қазақ-Британ техникалық университетінің мұнай газ ісі факультетіне түскен. Шетелдік студенттің айтуынша, Қазақстандағы жоғары білім сапалы әрі тиімді. Иранда бәрі материалдар, бәрі білім қоры, бәрі парсы тілінде. Бірақ Қазақстанда біз қазақша материалдар болса да, қасында қосымша орысша да, ағылшынша да бар екен. Сондықтан біз жан-жақты білімді, жан-жақты мемлекеттің көзқарастарын қарап оқып біле аламыз екен. Ал Чижу Ханже, Қытай Халық Республикасының азаматы, ол да Қазақ-Британ техникалық университетінің студенті, мамандығы қаржыгер. Бұл халықаралық университет, сабақ ағылшын тілінде жүреді. Сонымен қатар КБТУ-дың оқу ғимараты тарихи құндылығы бар, сәулеттік құрылыс екендігін атап өткім келеді. Жалпы Қазақстан маған өте қатты ұнады. Мен мұнда көптеген жаңа достар таптым. Шетелдік студенттер еліміздің білім деңгейін былай қойғанда, табиғатының өзі де мұнда оқуға және жаңа достар табуға ықпалын тигізетінін айтады. Мен Алматының табиғатына өте қатты таңғалдым. Әсіресе маған Медеу, Шымбұлақ, Алмарасан ұнайды. Халықтың өзі де өте жылышырайлы. Маған тағы бір ұнағаны қазақтың ұлттық тағамдары. Ет, қазы-қарта, сорпа бәрі өте дәмді. Қысқа қайырғанда, шетел жастарының Қазақстанда білім алуына халықаралық білім стандарты, әсем табиғатымыз және халықтың ерекше қонақ жайлылығы түрткі болды деп айтуға болады. Нұрсұлтан, do you like this dress? Porque la moda, una mejor aprende. Көбі күні себе көділі? Что-то мехнех. Жарайды, Нұрсұлтан, екеуміз де көп тіл біледі екенбіз, бірақ өз тілімізді құрметтейік. Дәлел, байқадың ба? Алысқа бармайық, екеуміз қараш. Қазіргі біз сияқты жастар өзге тіл үйренуге құмар. Дұрыс айтасың, елімізде полиглот жастар жетерлік. Тіл мәдени қазынаның қайнар бұлағы. Мұны Абылай Хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің студенттері жақсы біледі. Мақпал Қанағатова осы білім ордасының шығыстану факультетінің 3-ші курс студенті. Шетелдерге деген қызығушылығым негізінен мектеп қабырғасынан басталды. Өздеріңіз білетіндей, мектеп қабырғасынан бастап бізде міндетті түрде ағылшын пәнін оқытылады, сондықтан ағылшын пәнінен бастадым. Мақпал қазір шетел филологиясы мамандығы бойынша парсы және түрік тілдерін үйренуде. Университет қабырғасында алған білімін жыл сайын түрлі байқауларға қатысып, жетілдіріп тұрады. Биыл өткен республикалық тілдер олимпиадасында Мақпал 1-ші орын алған. Парсы тілінің лексикологиясы, грамматикасы және әдебиеті бойынша берілген сындардан сүрінбей өтіп, бас жүлде Иран ислам мемлекетіне магистратураға грантты ұтып алды. Келесі кейіпкеріміздің мамандығы тілге қатысты емес, дегенмен Салтанат Ермұратова орыс, ағылшын, қытай, неміс, француз және испан тілдерін меңгерген. Шетел тілдерін үйрену және сол тілдерде еркін сөйлеу Салтанаттың өз қалауы болған. Қытай тіліне менің қызығушылығым 5-6 класстан басталды. Өйткені мен ағам ол Қытайда оқыды. Ол кейіннен келгеннен кейін мен оның бір кезде телефонмен сөйлесіп тұрғанын естідім де қытайша, қытаймен. Сондай қызығып кеттім. Салтанаттың айтуынша тіл білу кез келген адамның дүниетанымын кеңейтіп, жаңа мәдениет, жаңа әдебиет өзгеше әлемге жол ашады. Әр жақтан көп достарым болды. Латын Америкасынан, Испаниядан, содан мен испан тілін оқи бастадым. Франциядан достарым болды. Мен француз тіліне де қызығушылығым басталды. Мақпал мен Салтанат полиглот боламын деген көрермендер үшін өз кеңестерін береді. Ең басты тәсіл үйренетін ол сөйлесу керек. Көп сөйлеу керек. Мейлі қате болсын, дұрыс болсын, бұрыс болсын, сен сөйлеу керексің көп. Өйткені егер де сен үйрене беретін болсаң, күнделікті сөздер жаттайтын болсаң, бірақ сен оны қолданбайтын болсаң, оны ұмытылып кетеді. Батыс тілдеріне оқуда мысалға мен көбінесе жаңағы өлең тыңдаймын, кинолар көремін әртүрлі. Және де мысалға шығыс тілдерін оқуда маған өзімнің қазақ тіліндегі тіл байлығым, сөздік қорым көмектеседі. Салтанаттан біз Алматы өте әдемі қала деген сөйлемді өзі білетін 5 тілге аударып беруін өтінгенбіз. Алматы өте әдемі қала. Қытайша Аламуту ханпяулянды чыңшы. Ағылшынша Алматы is a very beautiful city. Испанша Алматы es una ciudad hermosa. Французша Алматы est une ville magnifique.
немісше Алматы ist ein Schönstadt. Сөз соңында жастар бағдарламасының көрермендері үшін Мақпалдың қазақ, түрік және парсы тілдеріндегі тілегі. Мен 21 ғасырдың жалындаған жастарына қара қылды қақ жарып, өздерінің арман мақсаттарына жетулеріне тілектеспін. Ben 21. Arsın gençlerine daima amaçlarına ulaşlarını diliyorum. Ben be javanone garne bisto yekom arzum ikonam ki onho be hadafoy hud inşallah beresinant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бәлел, өтіп жатсың. Нұрсұлтан, сен осылай футбол, баскетбол ойнаған кезде саған демеу көрсетіп қойын дедім. Дұрыс, жарайсың. Мен футбол ойнаған жақсы көремін. Егер маған демеу жасасаң, хет-трик жасайын. Бірақ бұл дегенмен де қиындау іс екен. Тек айтуға ғана оңай. О не дегенің? Барлығының оқуы бар емес пе? Үйренбей жатып, қолымнан келеді деген қиын. Қазақстан черлидинг федерациясының ұйымдастыруымен биыл 5-ші рет Қазақстан черлидерлер чемпионаты өтті. Бұл сайысқа республика бойынша 40-тан астам команда қатысқан еді. Қазақстанда черлидерлер 2002 жылы пайда болды. 2007 жылға дейін жалғыз команда жұмыс жасап келді. Сол жылы біз черлидерлер федерациясын құрып, командалар сайысын көбейттік. Қазір черлидерлер командалары Қазақстанның көп қалаларында бар. Черлидингпен 3 жастан бастап айналысуға болады. Ал сайыста жас ерекшелігіне шектеу жоқ. Осыған орай чемпионатқа әртүрлі жас аралығына бөлінген командалар жинақталған. Мұндай спорт түрінің енді ғана қолға алына бастаса да, командалар осал еместігін байқатты. Әр топ өз қимыл қозғалыстарымен ерекше билеу стилі бар екендігін көрсете білді. Біздің командалардың басты мақсаты нағыз спортсмендер сияқты халықаралық және республикалық сайыстарда өнер көрсету. Бүлдіршіндеріміз былтыр Европа чемпионатында 5-ші орын алып келді. Ал ересектер мен жасөспірімдер әлем және Азия чемпионаттарына әрдайым қатысады. Чемпионатқа бірінші рет қатысып отырса да, осы өнердің майталмандары жетерлік. Алайда ереже барлығына бір. Черлидерлерге арналған алаң 12-де 12 метр болуы шарт. Шаршыдан асып кеткен ойыншыларға айыптық ұпайлар беріледі. Жалпы сайыс 3 номинация бойынша өтеді. Чир, чирданс, топтық станд. Көтеріңкі көңілге айқайлап демеу болатын сөздерге мән беріледі. Топтар оны жылдам әрі анық айтуы тиіс. Бұл черлидингтің өзгешелігі бұл жерде би мен спорт ұштастырылған. Жалпы қыздар өздері биден бастаған еді. Қазіргі кезде спорт екеуі бірге болғандықтан жаттығуымызда мәнді және лидер деген сөзге лайықты болуға талпыныс. Бұл әрбір жеке тұлғаға да өзіміздің болашағымыз үшін де өте қажетті нәрсе деп ойлаймын. Сайысқа қатысушылар черлидингке ат үсті қарамайды. Күніне кем дегенде 2 сағаттан жаттығады. Ал жалпы черлидингтің жасөспірімдерге деген тәлім-тәрбиелік мәні зор дейді чемпионатқа қатысушылар. Бұл жерде мен бұрын айналыспаған нәрселермен айналысып көп нәрсені үйрендім. Бұл жерде өзің басқа командалармен жарысқан кезде кішкене ашыласың. Соған етін өте керек деп ойлаймын бұл. Өкінішке қарай, осындай әдемі спорт түрі спорт комитеті тарапынан қаржыландырылмайды. Алайда бұған бишілер мұңаймақ емес. Барлық сайыстарға қатысу үшін федерация демеуші іздейді. Ата-аналардың да көмегі аз емес. Тіпті жақында біздің командалар Таиландта өтетін халықаралық сайысқа қатыспақ. Нұреке, бүгінгі бағдарлама саған несімен ұнады? Несімен болғанда танымым тамырлана түсті. Черлидермен танысып, көптеген тіл білуге талпындық. Бүгінгі бағдарлама біздің көрермендерімізге ұнады деген ойдамын. Келесі бағдарламаны бұдан да қызықты жасаймыз деп уәде береміз. Ендеше әр сенбі біздің бағдарламаны көруді ұмытпаңыздар. Кездескенше достар!